Бүгінде біз тұрғын үй құрылысына зор серпін берген Нұрлы жер бағдарламасын табысты іске асырып келеміз. Жаңа ауқымды 7-20-25 бағдарламасы да тұрғын үй ипотекасына деген қолжетімділікті арттырады. Сондай-ақ, ірі қалаларда халықтың әлеуметтік осал топтары үшін жалға берілетін тұрғын үй құрылысын ұлғайту қажет. Тұрғын үй сертификаттары 250 мыңнан астам отбасына баспаналарын жақсартуға көмектеседі. Жаппай құрылыс салынатын аудандар үшін инженерлік инфрақұрылым құрылысын ескере отырып, мемлекет 5 жыл ішінде 650 мың отбасына немесе 2 миллионнан астам азаматқа көмек көрсетеді. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы, 2018 жылы 5 қазан. Қазақстанда тәуелсіздік алар тұста 10 миллионнан астам халық болды. Әлеуметтің әлеуеті артып, экономика нығая түскен сайын, қазақстандықтардың қатары өсуін жалғастырды. 2009 жыл өткен халық санағында елде 16 миллионнан аса тұрғынның мекендейтіні белгілі болды. Әрине, азамат пен азаматшалар саны артқан сайын тұрғын үйге деген сұраныс жоғарылады. 2017 жылы миллиондар қаласы мәртебесін алған Нұр-Сұлтанда да жыл сайын халық саны артуда. Тиісінше баспана сұранысы шарықтап тұр. Елорда кәдімгі қолжетімді баспана салу қарқынын төмендеткен жоқ. 2019 жылы 1 миллион 700 мың шаршы метр тұрғын үй салынған болса, 2020 жылы 3 миллион шаршы метрді құрады. Ал биыл 3 миллион 200 мың шаршы метр салынбақ. Осы жылы кезекте тұрған 10 мың отбасыны пәтермен қамту көзделіп отыр. 300-ден астам отбасы тұратын 20 апатты және ескі үйлердің тұрғындары қауіпсіз жаңа баспанаға көшіріледі. Елорданың дамуы Қазақстанның дамуы.